шешім қашырып жібересің, сами тұрмау керек. Бұрын тараптар келген кезінде не болған? Көп адамдар өлген. Басшылық көрді, мына құжаттың бәрі дұрыс екен ғой, сен неге осыншалықты қинадың бұларды деді. Кейін 24 сағат қамап қойдан сотқа барды. Сонда адвокат қолдануға рұқсат берген жоқ па? Жоқ. Мынау жылады, аға мен 3 күнім қалды, өтінемін құжатымды қабылдаңызшы деді. Алдында маған айтты, менің территориямда ауғандар жүрмеу керек деді. Сол Ауғанстанның құжаты берген, жеке куәлікте қазақ деп жазылды. Иә, Қайғатан қазақ басқанда. иә. Руң Қоңырат. Бәленің бәрі ауылды жерден шықты. 3 түрлі қазақтар Ауғанстанда. 3 түрлі. Иә. Ал қазақ тілінен басқа сені 8 тіл біледі дейді. 8 демейсің де 6 тіл десем болады. Үшінің бар, үш қандас бар. Бұлар Ауғанстанда. Ауғанстан. Ассалаумағалейкум, Баймеди YouTube арнасының көрермендері. Эфирде Ақ пен қара бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонақтарымыз бірнеше күннен бері әлеуметтік желіде шулап жүрген қандас біздің Сами Атақұл, және де оның қорғаушысы деп айтамыз, осы Қазақстандағы қорғаушысы, өзіне қамқорлығына алған Бақыт Сарай дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының жастар бірлестігінің ішкі басқарма басшысы, және де Ақорда қандастары қолдау орталығының төрайымы. Қош келдіңіздер. Жалпы Сами, осы Қазақстанға келгелі ата жұртым деп аңсап келдің ғой, бірақ сені қажетті деңгейде күтіп алмаған сияқты. Не болып жатыр? Қалай болды? Жалпы Ауғанстаннан қашан кеттің? Қандас мәртебесін қашан алып едің? Ассалаумағалейкум. Мен аты-жөнім Сами Атақұл. Ауғанстан тумасы боламын. Қазақстанға 2023 жыл 4 октябрь. Солай болады, октябрь 4-інде келдім. Қазанда. Иә. Келген 3-4 ай жүріп, документтерім жинап алдым, құжаттарым жинап алдым. Кейін қандас мәртебесіне не болдым. Мәртебесін алдың? Иә, күтіп 45 күн күтіп тұрып алдым. Кейін Ақмол ауылы, көші-қон полициясына құжаттарымды тапсырдым, тұрақты тұру, және Қазақстан Республикасының азаматтығы. Кейін оны беруден бас тарттық деді. Кейін Көкшетауға бардым, паспортымды тапсырдым, 3 айлық виза, 5-8 виза. Кейін 5 күн бір апта күтіп тұрдым. Олар да мені шақырып алды, бір қағаз берді қолыма. 5-8 виза беруден бас тарттық деп. Не үшін бас тартты? Білмеймін, себебі жазылған жоқ, белгілі емес. Шығу виза басып берген. Мен де шықпай қойдым. Шығып не істеймін, елім жерім деп келіп тұрған бала. Содан соң шықпайған соң саған күш көрсетті ме, қалай болды? Жоқ, күш көрсеткен жоқ. Мен Ақтауда едім. Мен ағайындар қонақтық болған еді, Наурыз байрам болған еді. 1 рет, 2 рет, 3 рет звондады маған. Қайдасың Сами? Ақтауда қонақтықта жүрмін дедім. Қашан келесің? Наурыз байрамдан кейін келемін дедім. Болады, жарайды дедім. 12-сінде ме, 13-сінде келдім. Қамап қойды 24 сағат. Сен заң бұздың деп, сен Қашқар ретте көріпті. Қандай заң бұздың деді? Сен бізге айтпай Маңғыстау, Ақтау кетіп қалыпсың. Мен айттым, сөйлесіп тұрып телефонда. Мен телефоным ошық емес, өттік сөйлеген жоқ, сіздермен нормально сөйлесіп тұрмын деді. Сіз айтсаңыз болайды, жоқ, Сами сен келуің керек. Мен сразу келемін. Онында келсем болады ма? Болады. Кейін 24 сағат қамап қойдым, сотқа бардым. Мен сотқа айттым, мен қорғаушым бар, адвокатым бар деп. Сот 30 сотқа қамаласың деді. Ондан кейін күшпен депорт жасайсың деді. Сонда адвокат қолдануға рұқсат берген жоқ па? Жоқ, рұқсат берген жоқ. Солай 1 рет емес, 2 рет емес, 3 рет аэропортқа апарып депорт жасайын деді, болмай қалды. Бірінші рет паспортым жыртып тастадым.
экинчи ирет анау пилот менен сөйлөстүм. Пилотпен? Иә. Бір айдыбай пилотмен сөйлестім. Мен бармаймын. Мен жақта мен жоғары сотқа жазып қойған. Мен Қазақстан болуым керек деп. Солай. Үшінші рет барған кезінде 15-інде, иә? Иә. Анау Эйр Астананы қызметкерлер бірінші анау миграция адамдар барды да, билет алайын деп, олар мені шақырып алды. Сөйлеспей тұрған едім. Ағылшын тілінде айтты, do you speak English? I speak дедім. Сол ағылшын тілінде айтты, you want to go to Afghanistan? Мен айттым, no. I don't want to go. They are deporting me by force. Анау миграция адамдары қазақша сөйлесең, қазақша білесің ғой, неше ағылшын тілінде сөйлеп отырсың дейді. Мен қазақша айттым, өзім кеткім кеп тұрған жоқ. Мен бауырларымдан, ағайындардан айырылғым кеп тұрған жоқ. Отағылар мен бір рет емес, екі рет емес, үш рет үшпен депорт жасаймын деп, амал жоқ кетем деді. Дайындап тұрған едім, амал жоқ деп. Олар қабылдамай қойды. Олай болса біз беріксіз ұшырмаймыз деді. Ұшырмаймыз деді. Эйр Астананың қызметкерлері. Солай болып мен қап қойдым. Сонда сізді қайда жібермекші болды? Ауғанстанға? Ауғанстанға, иә. Ауғанстанға. Үш ретте Ауғанстанға. Үш ретте сонда жібермекші болды. Иә. Бақытхан, жалпы ондай істеуге құқығы бар ма? Жалпы құқық қорғау органдарының, жалпы мемлекеттік қызметкерлер ғой, былайша айтқанда оларда. Жалпылама заң жүзінде келетін болса, біз бұның жаңағы ең бірінші 2023 жылы 1 айдың 4-і келді. Осы Қазақстанға келген бойдан маған хабарласты. Бақыт апа, сізді осы 2 жылға жоқ, мен сізді Қазақстанға келгенде бірден сізге келемін деп үміттеніп, осы 2 жылдай сізді іздедім деді. Біздің дүниежүзілік қазақ қауымдастығына өтініш тастап келді. Негізі басында виза ала алмай жатырмыз деп өтініш тастаған. Одан жаңа Ауғанстанда қазақтарға виза беретін бұрын комиссия болған. Қазір ондай комиссия жоқ. Соның салдарынан бұларға ұлты қазақ деген виза берілмейді. Бұлар тек Бас-8, яғни туристік визамен келген. Туристік визамен келді. Ол визасы уақыты бар кезде барлық құжатын тапсырдық, бірақ біз жаңа қандас куәлігін алмайша құжат қабылдамаймыз деген өздерінің бір не шығарып алды, жаңа көші-қон полициясы. Ең бірінші Ақтауға келген. Ақтауда ағайындары бар, туғандары бар, бөледері бар. Ақтауға келгеннен кейін Ақтау мынаның қандас куәлігі шықты, шыққаннан кейін қабылдамады. Себебі қандас куәлік Ақмоладан тапсырылды. Өйткені басында олар қабылдамады ғой. Бізде адам саны көп, біз қандастарды да қабылдамаймыз, бізде портал жауып дейді. Олар өздері айтты да, жаңағы квота берілетін жаққа қарай барыңыздар. Қазақстанның, яғни қазақтандыратын жаққа қарай деді. Солтүстік өңірге. Иә, солтүстік өңірлерге деп бағыттады. Содан мен айттым Самиға, егер де осы жаңа солтүстікке қарай келемін десең, тек Ақмола маған жақын, себебі мен Астанада тұрамын. Ақмола жаққа қарай онда сен кел дедім. Сол жақтан қандасқа тапсырып, ол жақта квоталық пилот бар, сол жақтан тапсырайық дедім. Кейіннен жарайды деді. Оның бұл Астана жақта ешқандай туыс туған жоқ болғандықтан мен өзімнің бір нағашым үйіне тұрғыздым бұны. Тұрғызып, сол жерден тіркеуге тұрғызып, нотариальный келісімді алып, барлық құжатын тапсырып, біздің қолымызда шығу виза бар ол кезде. Ақтауда жүріп жаңағы уақытын кетіріп алдық қой. Кетіріп алғаннан кейін заң жүзінде Ақтаудың көші-қон полициясы 517 баптың 4-ші тармағы деген тармақты салып 93.200 теңге айыппұл төледі көлемінде. Төлеп қайтадан Ақмолаға келдік. Ақмолаға келіп құжатымызды барлығын тапсырайық дедік. Бізде ол кезде ол шығу виза бітудің өзіне бір 3 күн ба 4 күн қалған еді. Кейіннен Ақмолаға келгеннен кейін біз Ақмола ауылының көші-қон полициясына келдік. Келіп құжатымызды тапсырдық. Тапсырғанда олар қабылдамады. Сол мен айттым, не себептен қабылдамайсыз? Ана құжатың дұрыс емес, мынау дұрыс емес деді. Содан барлығын көрсеттім, айттым, мынау мынандай құжат, мынау сотталмағаны, мынау ұлты қазағы, мынау қандас куәлігі.
Кейіннен ештеңке таппағанда мына анықтама қайда, аурухананың анықтамасы. Соны алды да айтты, сен міне жерге, қазір дамыған заман ғой, QR код деген береді қазір бүкіл неде өткен кезде ауруханадан. Сон QR коды бар, ол заң жүзінде өткен, өзім ертіп барып өткізген қағазға, мына бала психцентрде тұрмайды, наркоцентрде тұрмайды деп қолмен жазғызып әкелді. Сосын мен айттым, сіз өзіңіз заңның адамсыз, қалай сіз бізге заң бұзуға, сіз бізді өттеп тұрсыз, біз оны жазғыза алмаймыз дедік. Онда қабылдамаймын деді. Ол мынау жылады. Сол жаңағы көші-қон полициясының Аман Есентай деген фамилиясы Кинаятов. Сол айтты. Сол мен мынау жылады, аға мен 3-ақ күнім қалды, өтінемін құжатымды қабылдаңызшы деді. Сосын мен әгі жерде тұрдым да айттым, сен кімсің дедім. Сен неге қандастарды осыншалық қинайсың? Жарайды, осы сен егер осы болып тұрған болса, біз барып келейік дедік. Барып жазғызып келдік қағазды. Ана дәрігерге барып жалынып, жалбарынып жазғыздық. Ол дәрігерді ұрысты бізге. Қазір дамыған заман, бәрі QR-ға өткен. Сіздер біздің құжатымызды мойындамай тұрсыздар ма деді. Мойындамасаң сотқа бар деді. Біз айттық, мына баланың 3 күндік уақыт қалды. Өтінеміз, мына кісі өтті ғой өзі. Қайта бір қарап, не жазып бере салыңыздаршы деп. Жазғызып әкелдік. Әкелгеннің өзінде де қабылдамады. Қабылдамағаннан кейін мен басшылығына кірдім. Ол кісінің жоғарғы басшылығына кірдім де айттым, осындай жағдай болып жатыр бізде. Мына қандасымыздың визасы бітуге таяп қалды, құжатымызды қабылдамай жатыр деді. Соны кісі Кинаятовты шақыртты, екеуміз үшеуміз бірге отырдық. Отырдық та Кинаятов айтты, не үшін қабылдамайсың мынадардың құжатын деді. Барлығын мен рет-ретімен түсіндіріп айтып бердім, ол өзі айтты. Басшылық көрді, мына құжаттың бәрі дұрыс екен ғой, сен неге осыншалықты қинадың бұларды деді. Содан тұрып алды да, қабылда деп ұрысты ана кісі. Сосын алдында маған айтты, менің территориямда ауғандар жүрмеу керек деді. Соны мен айттым, сен территорияң дейтін қандай территория? Сен жеке басы үйіңе кеп тұрмыз ба? Тамақ сұрап тұрмыз ба? Жатар орын сұрадық па деді. Бұл мемлекеттік организация, яғни мемлекеттік орын деді. Сон басшылық Кинаятовқа ұрысты, сенің міндетің құжатты қабылдау, құзырлы органға жіберу. Ары қарай тексеру олардың құзырында деді. Сон қабылдады, зорға қабылдады. Қабылдағанда да бізді отырғызып қойды, тағы біраз сағат. Соны айттым, сен талон бер, біз Көкшетауға кетуіміз керек, өйткені визаға беруіміз керек. Ақмола мен Көкшетаудың арасы әжептәуір алыс қой, енді білесіз. Отырдық, қазір адамдар келеді деді. Қандай адам келеді деді. Кембідан адам келеді деді. Соны мен айттым Кинаятовқа. Кембі тексеретін болса, арнайы жоғарыға барғанда, оның құжаттарын қарайтындар бар. Сіз тек жіберуші адамсыз. Тексеретін адамдар сол кезде тексереді, керек болса өзін шақыртып тексереді дедім. Соны заңның адамы сіз ба, біз ба деді. Жарайды деп оғанда көндік. Отырдық. 2 жігіт келді. Кембідан келдік деді. Бірінші Самиді сұрақтың астынан алды. Қалай келдің, сен кімсің? Бұл өзіне тиесілі жауаптарды қайтарды. Кейіннен мені шақырды. Сол маған айтты, сіз ауған қазақтарына көмектеседі екенсіз деді. Иә, көмектесемін дедім. Ол не болды? Әр қазақ біздің жалғызымыз. Сен боп, біз боп көмектеспесе, қандай қазақсың дедім. Сол мен айттым, барлық өзіме тиесілі жауаптарымды айттым. Шамаңыз келсе, ауған қазақтарына көмектеспеңіз деді. Сол мен ондай заң жазылып тұрма дедім. Сіздерден де бұрын тексеретін құзырлы органдар бар ғой, бұлар бері кірмей тұрғанда, визаны о жақта алған кезде уже бұлардың тарихтары бұл жаққа келіп қояды деді. Қалай сонда сіздер осылай айтасыздар? Дедім де мен кеттім. Содан қинап кешкі сағат 7-ге таяғанда бізге қолымызға талонды берді. Қандай талон? Сол жаңағы тұрақты тұру ықтиярға атымен Қазақстан Республикасының азамат деп, двабадном деп тапсырамыз біз. Соған тапсырдық, соны талонын берді. Берді, қинап отырып берді. Айту алғанымызға қуанып, кеттік, ертесінде Көкшетауға кеттік. Виза басқызуға. Көкшетауға барып тапсырдық, сол жерде тапсырып, барлық құжатымызды өткіздік. Сосын жұмыстың 7 күнде виза басылады деді.
Сол жерде бізді бір әйел қабылдады, аты жөні есімде тұрған жоқ. Одан кеттік. Біз сол кезде мынау айтты: апай, мен ауылға туыс туғаныма барып келсем бола ма деді. Қазақша жаза алмайды. Егер сол кезде сол кісі айтқанда, мен қасында тұрмын ғой. Мен жазып беріп кетуші едім жаңағы өтінішімізді, иә. Мынау айтты: ауылға барып келсем бола ма деді. Ол кісі айтты: 7 күннен кейін жауап шығады деді. Барып келсең болады деді. Ауызба ауыз келісті бұлай екеу. Мен де қасында тұрмын. Жарайды дедік. Сосын бұл қуанды, келді, Ақтауға кетіп қалды. Ол кезде наурыз айы болатын ғой, наурыз болатын болып. Сосын мейрам болып кетті. Одан кейін келгеннен кейін қанша күннен кейін, 3 күннен кейін ба, жаңағы кинаят негізінде жаңағы отпуска дейді ғой, демалысқа шыққан адам екен. Менің жаңағы сіңілім қайда мынаны тұрақты тұруға тіркеп берген. Нағашымның үйі. Түннің 11-інде барады, 10-ында барады. Қорқытып үркітіп анадарды. Мынау қайда, мынау қашқын. Самият ауыл қайда, бұл қашып жүр бізден. Сен неге үйіңе тіркейсің деп түннің 11-інде барып, оған жаңа 517 баптың 3-ші тармағын толтырып 93.200 теңге өзінің келісімсіз штраф салып кеткен. Сосын сөйтіп 2-3 күн жаңағы сол Қоянды ауылының жаңағы участковый полициясын ертіп алып, ол үйде ауру сырқау баладары бар, әке-шешесі қайта жаңағы стресске түсірген, ана қыз деген уайымдаған соншалықты 1 күн емес, 2 күн емес, 2-3 күн барған ғой олар. Барып қайта мынау қайда, мынаны қашқын көрсеткен, Ауғанстан азамы деп қорқытып үркіткен. Сонан осындай жағдай болды. Одан кейін ол жаңа кинаятып менің басшылығыма звондаған. 16 жылда мен ешкім басшылықтың алдына сүйреп әкелмеген. Сендердің бақыттарың деген кім? Деп ол кісі, мен міне жерде ойлаймын, жаңағы өзінің бір агрессия дейді ғой адамның. Бір адамға сын айтуға болады. Неге ол егерде жұмысына дұрыс болса, ешкімге тиіспейді ғой. Мен оладан аларым жоқ, берерім жоқ. Сондықтан мен оның жұмысына сай сын айттым. Басшылыққа бардық, біз бармаса қабылдамаушы еді. Енді соны, ол өзінің несін соны маған шығара алмай, осы баладан алдыма деп ойлай берем мен. Сәми, жалпы өзің паспортында ұлты қазақ деп жазылған негізі, Ауғанстан паспортында? Жоқ, паспортқа жазылған жоқ. Анау карта жазылып тұрған. Таскира дейді ауған тілінде. Қазақстанда удостоверение дейді. Жеке куәлік. Жеке куәлікте жазылып тұр. Сол Ауғанстанның құжаты берген жеке куәлікте қазақ деп жазылды. Қазақ деп жазылды. Руң? Қоңырат. Ауғанстаннан келгенге дейін сен Ауғанстанда қандай да бір қызмет еттің бе? Ол жақтан кетуіңе не себеп болды жалпы? Енді Ауғанстанда оқып жүрген бала, арада жұмыста жасадым, офистарда болдым, UN-мен бірге жұмыс жасадым. Бір-екі рет прожекторда да болдым. Коронавирус болып қалды, COVID-19. Солай. Тарып бір кеп қалды. Президент қашып кетті. 24 сағатта үкімет ауысып қалды. Шешім қашып жіберді, сен сами тұрмауың керек. Бұрын тарып бір келген кезінде не болған? Көп адамдар өлген, жігіттер армияға тартқан. Солай. Мен шешім айтты, сен балам, біз үлкен кісі, бізге бірау теспейді, ауылда тұрамыз, сен кетуің керек дейді. Мен де ақшам жоқ, жағдайым жоқ еді. Иранға бардым. Иранға 1,5 жыл жұмыс жасадым, Көкмияда болдым, не болдым. Жол ақшам жинап, Қазақстан келдім. Иранда саған бұндай қысым көрсеткен жоқ? Жоқ. Жалпы қандас куәлігін алу қаншалықты оңай немесе қиын қазір уақыттан? Бұрын қандас куәлігіне жаңағы өзінің талап еткен құжаттарын өткіземіз де 3 күнде алатындаймыз. Қазір қандас куәлігі 35 күнде қаралады. Оны қаралғанда тек жаңа квоталық пилот бар жақтарда бірден береді, яғни
күннен кейін. Ал жаңа туысты біріктіру дейді ғой, мысалға. Егер Самидің осы Астанада туысы бар болса, Астанадан алуға болады. Сондай бір екі түрде беріледі да. Бірақ 35 күн дейді, ол 60 күнге дейін кетіп қалатын уақыты болады. Қазір қандас куәлігін алу өте қиын. Президент қазақ тілін білмейтіндерге және Қазақстанның тарихын білмейтіндерге азаматтық берілмейді деген заңға қол қойды. Жалпы Сами, сен қазақ тілін білесің. Қазақстан тарихын білесің бе? Жоқ, олай емес. Енді қазақ мектебі оқығанымыз жоқ. Мен әкем, аталарым сауатсыз. Бірақ үйреніп білуге болады. Иә, білуға болады, иә. Жалпы қазақ тілінен басқа сені 8 тіл біледі дейді. 8 тіл демейсің де 6 тіл десем болады да енді. Қандай Сегіз тілдер? десем де. Мен ағылшын тілін білемін, парсы тілін білемін, араб тілін білемін, индонезский білемін. Иә, французский да аз білемін. Жазу оқу жақсы, сөйлесу енді көп уақыт болып кетті, сөйлескенім жоқ та. Мен 3 жыл ма 2 жыл 3 жыл оқыдым французский тілін. Бұл тілдердің бәрін қай жерде қашан үйреніп алып жүрсің? Оқып жүрмін, институтта бола ма, курстарда бола ма. Иә. Енді бұлар акиматта істеді, біздің Қазақстан сыртқы істерінде істеді, жаңағы елшілікте, Сауд Арабияның Жиде қаласында. Сол кезде енді жалпылама требует етіледі. Құлшыныс бар дейсіз ғой жалпы. Құлшыныс өте жақсы, құлшынысы жақсы. Қазірде апа мен неге оқиыншы дейді, Қазақстанда оқиыншы дейді. Мамандығың не? Мен бір семестр лаборатория оқыдым. Талиптар келіп қалды, оқи алмай қалдым. Лаборатория, медицина. Оны Ауғанстанда оқыдым. Ауғанстанда оқыдым. Және бастаған едім да, тілді оқып жүрген едім. Бір семестр медицинада оқыдым, лаборатория. Сонда талиптер келген кезде, талибандар келген кезде, сонда Ауғанстанның жастарының бәрі қашты ма, әлде оларға қысым көрсетілді ме, әлде тек қана осындай көзі ашық, білімі бар адамдарды ғана қудалады ма? Жоқ, бұрын кейін кезінде жаман жағдайлар болған екен да. Сол кейін кезінде бәрі адамдар аэропортқа бар, хабарларға шықты. Самолеттарға мініп, не болып кетіп қалды. Президент қашып кетті, министрлер, армия ешкім қалған жоқ. Үлкен кісілер қалып қойды, талиптарына. Жастардың бәрі кетті. Бәрі кетті, иә. Ақшасы барлар, жағдай барлар кетті. Ал қазірде жаңағыда өзің айтып отырсың ғой, 1,5 жылда Иранда болдым дедің. Иранда болдым, иә. Ол жаққа тағы да кетіп қалған қазақ жастары бар ма, Ауғанстанның? Бар. Этникалық қазақтар. Иә, Иранда өзінің де қазақтар бар. Ауғанстанда бар, Арабияда бар қазақтар. Сол жерде тұрғылықты көшіп бармаған этникалық қазақтар. Этникалық қазақ. Солай қазақтар бар, араб болып қалған. Бұрын Саудийский Арабияны бір министр да қазақ. Абдул-Азиз Ходжа. Министр. Арабияның. Арабия министр. Құран Кәрим жазғанда қазақ. Осман Таха, Түркістан. Жалпы қазақ тілін білмейді, араб болып қалған. Жалпы сен айтып отырсың ғой, Қазақстанға келгелі 3 рет қамады сені, иә? 2 рет. 2 рет. 2 рет. 3 рет депортация жасамақшы болды, 2 рет қамады. 2 рет, иә. Қанша уақыттар қамады? 1 ай дедің сосын? 24 сағат бір қамалдан, 1 ай. Соңғысынан кеше шығып отырсың, иә? Неше күн болды? Кеше алдың күні Алдың. Ақты апам да 1 ай жүгіріп, бармаған жері жоқ. Айтшанаға да бар, үлкен кісілер көмектескен адамдар аз емес. Бәрге рахмет деймін. Ол жерде отырған кезде қандай да бір қысым көрсетілген жоқ па? Сен өз еркіңмен кете сал деген сияқты қысым болған жоқ па? Жоқ, адамдар келіп тұрды. 2 рет, 3 рет адамдар келіп, сен Сами кетуің керек, сені қарғыс береміз, сен заң бұзып тұрыпсың деп. Оның үшінде Ақмола облысының мен миграцион бастығы дейді. Облыс бастығы дейді. Сен Сами кетуің керек. Өзі келіп айтты. Өзі кетіп айтты. Не үшін аға, мен не істедім? Елім жерім деп келіп тұрмын, мен Ауғанстанға барамын, не істейін Ауғанстан? Сен шығуың керек, қалай болса да. Сен қарғыс береміз. Қалай болса да, әскер пойыздан болса да жібереміз. Қолыңа не тағып дейді. Не дейді? Сен? Иә, сен тағып. Солай.
болады деп мен дайындалып кетейін деп тұрған едім. Sonra анау Ер Астаналық келділер. Оларға да рахмет деймін. Жалпы адвокаттың қорғаушың бар ғой қазір? Бар, иә, жүгіріп жүр. Ол қандай шара қолданамыз деп жатыр? Енді білмеймін, бәрі жақсы болады, енді уайымдама деді. Мен Қазақстан заңын білмеймін. Жоғары сотқа жазып қойдым, білмеймін, қай-қайларға жазып қойған. Бұйырса бәрі жақсы болады, уайымдама дейді. Ауғанстандағы әкешің жағдайдан хабары бар ма? Осындай Иә. Қазақстанда сандалтып қойғанына? Мен айтқаным жоқ, Азаттық радио Ауғанстанға фидео не болған, жайып жіберген. Мен айтқаным жоқ. Үлкен кісілер ауырып тұрған не болады деп. Мен оларға айтқаным жоқ. Депорт боламын деп айтқаным жоқ. Қамалдым деп айтқаным жоқ. Жақсы емес күнде үлкен кісілер ауырып қалады не болып уайымдап. Қазір енді естіді. Барлығы бір баға енді. Телевизордан көрген Мен сөйлестім, айттым жоқ, барлығы жақсы. Мен олай. Ал ол жақтағы Ауғанстандағы тәртіп сақшылары, құқық қорғау органдары хабарласқан жоқ па саған? Жоқ. Әзірге де. Ауғанстанда тағы кім қалды? Қандай жақындарың қалды? Ауғанстанда бар, ағайындар бар. Қазақтар өте көп. Мазар Шарифте де тұрады, Құндызда да тұрады, Бағланда да тұрады, Кабулда да бар. Өте қазақтар көп. 3 түрлі қазақ бар Ауғанстанда. 3 түрлі? Иә. Біріншісі қалай дейсің? Жеті атасын біледі, ұруын біледі. Екінші қазақтар бар, қазақша сөйлеседі, ұруын білмейді, жеті атасын білмейді. Үшінші қазақтар, документте қазақ деп жазып тұрған бәрі, фамилиясы да Найман деп жазып тұрған, қазақша сөйлей білмейді. Қазақстан десеңіз, Қазақстан не дейді? Қазақстан білмейді. Солай. Оны 3 топқа кім бөлді оны? Мен өзімді. Сенің бөліміңсің бойынша Қазақстанда да онда 3 топқа бөлініп, қазақтарда 3 топқа бөлуге болатын сияқты онда. Ағаларың, інілерің, қарындастарың, әпкелерің? Бауырларым бар, мен өзімізде 7 үлкен өзім. Мен 3 інім бар, 3 қарындасым бар. Олар Ауғанстанда? Ауғанстанда, иә. Қыздарға мектеп оқуға рұқсат жоқ, жұмыс жасауға рұқсат жоқ, жалғыз шығуға рұқсат жоқ. Інілерім оқып жүр. Бәрі жақсы болып, азаматтық алатын болсаң, алып келесің бе? Иә, бұйырса оларды, иә. Оларды алып келемін, бәрін оқытамын. Бұйырса өзім де оқуын бітіремін деп тұрып. Бауырларың, ата-аналарың Қазақстанға келгісі келе ме? Иә, мен бірінші мен өзім жібердім. Бар, сами ағайындары көр, жағдай қалай екен, сен бірінші өзің бар, құжаттарын жаса бар, бұйырса біз де келеміз. Иә, оларда. Мен бұрындан келемін деп тұрып Қазақстанға. Ақтауда туыстарым бар дейсің, ауылым Ақтау дейсің. Иә, ауылым Ақтау. Ол жерде кімдер тұрушы еді? Жеңдерім бар, бөлелерім бар, бір ауылда осыған достарым бар, жақын, бәріміз бір не ғой. Олар қашан көшіп келді Қазақстанға? Арабиядан көшпегендер де бар, Ауғанстаннан көшпегендер де бар, Пакистаннан көшпегендер де бар. 12 жыл болады. Мен бөлелерім армияға кіріп шықты. Қазақстан армиясына. Местный жеңдерім де бар, бөлелерім де бар. Олардың бәрі Қазақстанның азаматтары? Бәрі Қазақстан азаматы. Біз Ақтауда бір ауыл бар, Аппақ ауыл деген 40-50 үй. Қалада тұрады ағайындар, ауылда да тұрады. Бақытхан, жалпы енді ол күресіп жүрміз деп жатсыздар ғой, бірнеше айдан бері, былтырдан бері негізі былайша айтқанда. Жалпы қанша уақытта азаматтық алу мүмкін енді қазір осынша күрестен кейін? Енді негізі Самида жаңа қандас куәлігі бар ғой. Депорт жасап қана қоймай, олар қандас куәлігінің күшін жойып салып тұр. Бірақ қаулыда жазылмаған қандас куәлігінің күші жойылып деп, егер де біз қазір енді еңбек министрлігіне хат жазып қойдық, қандас куәлікті солар береді. Егер күш жойылмаған болса, қайтадан құжатын бастан етеміз де, бірінен тапсырамыз азаматтыққа. Қазір болғанда кеше Көкшетаудың көші-қондар айтады, босқын алсын дейді. Бұның қандас куәлігі бар, ол босқынды не істейді? Босқыннан көр қандасымен сразу азаматтық алсын. Азаматтыққа тапсыратын болса 90 күнде шығады. Осы жақында Дубайдан көшіп келген бір семья бар. Тоже Ауғанстан азаматтары Дубайда 30 жыл, 40 жыл тұрған. Қазақтар этникалық қазақ визасымен келген, қандас куәліктері бар. Одарда да сол жаңағы Ақмоладан алған қандас куәліктерін 5 баламен келген.
Енді өзіңіз ойлаңызшы, Дубайдан өмір сүре алмай келдік дейсіз ба? Сол 40 жыл тұрып, балам оқысын, балам осы тарихын ұмытпасын, ұлтын ұмытпасын деп алып келді. Бірақ қатты ренжіп қайтты олар. Ала алмады, тағы отказ болды. Кері қайтты. Кері қайтты. Ондай жағдай көп дейсіз ғой. Өте көп. Өте көп. Қайсы бірін айтайын. Бірақ бар ғой дейінші, мына жерде бір нәрсе. Жоғарыдағыларға көп жете бермейді бұл мәліметтер. Көбінесе не шықса бәленің бәрі есіктен шығады деп, төменде отырғандардан шығады барлығы. Енді барлығына топырақ шашпаймын. Жақсы адамдар да бар. Мен Астанада мысалға таңертең үйімнен шықсам, 7-де шығамын, 8-де уже қаланың ортасына түсемін, 9-да бүкіл жерде жұмыс басталады. Мен қазір 9 сағат Алматы-Еске район миграциясында болсам, 10 сағатта Есіл ауданында болады. Аллаға шүкір, Астанада тәртіп бар. Мен оны өзім жалпылама мақтап айта аламын. Біздің мына Иманова 31-де отырған жаңағы көші-қон полициясының кісілерін де айта аламын. Жақсының жақсылығын айту керек. Жақсы адамдар көп, өз орнын, өз жұмысын білетіндер де көп. Бәленің бәрі ауылды жерден шығады. Жаңағы мына Павлодарда да сандалтатын көші-қон полициясының адамдары бар, оны да білеміз. Мына Ақмолада да бар. Сами мырза, Бақыт ханым, осы бүгінгі студиямызға келіп, уақыт бөліп сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңыз нәтижелі аяқталып, Сами осы Қазақстан Республикасының ресми азаматы атағын алуға тілектеспіз. Амин, амин. Құрметті көрермен, осымен бағдарламамыз аяқталды. Ата жұртын аңсап келген қандас бауырларымызды сыртқа теппей, бауырымызға баса білейік. Аман болыңыздар.